Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Сол жұмбақты шешіп көріңдерші. Қос таяқты, бастары дөңгелек, тұтасты кеседі бөлек-бөлек. Балалар, бұл не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, қайшы. Балалар, бүгін қайшы туралы қауіпсіздік ережесі жайлы білетін боламыз. Балалар, қайшыны ашық тастауға болмайды. Оның жүзін жауып қоюымыз керек екен. Және де қайшының үшкір жағын қаратып, досына сынуға болмайды. Қайшымен жұмыс кезінде қайшының бағытын қадағалауымыз керек. Қайшымен жұмыс істеп болғаннан кейін оны арнаулы орнына қоюымыз керек. Балалар, қайшыны ойыншық ретінде пайдалануға болмайды екен. Және де қайшыны жүріп келе жатып қиюға болмайды. Бұл біздің өмірімізге өте қауіпті екен. Балалар, енді түрлі қайшылар ойын ойнап көрейік. Бұл суретке мұқият қарап алыңдар. Қазір қай түсті қайшы жоқ екенін табасыңдар. Балалар, мына суретте қай түсті қайшы жоқ екен? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Ақ түсті қайшы жоқ екен. Ал мына суретте ше? Тамаша, сары түсті қайшы жоқ екен. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Жақсы балалар, сау болыңдар.